тілін менімен бірге 10 күнде үйрен. Бүгін бізде 8-ші сабақ. Сәлем, менің есімім Динара. Орыс тілінде сауатты сөйлеуге, сауатты жазуға үйретемін. Бүгінгі сабақта его, ё, ему, е деген есімдіктерді ажыратып, айтып үйренетін боламыз. Егер де осы есімдіктерді шатастырсам, бұл сабақта соңына дейін қара. Қазақ тілінде біз барлығын ол деп айтып береміз, иә? Ол отыр, ол тұр, ол тамақ істеп тұр, ол жұмыс істеп отыр деген кезде. Ал орыс тілінде біз олай айта алмаймыз. Себебі ол родтар тақырыбына байланысты келеді. Бұл жерде біз род туралы айтпаймыз, тек қана осы есімдіктерді айтамыз. Егер сіз ол деп айтқыңыз келсе, ұлға он дейсіз, қызға она дейсіз. Мысалы, он работает, ол жұмыс істеп отыр, яғни ол жұмыс істеп отыр десек, он деген есімдікті қолданамыз. Онда он работает, ол, яғни қыз тамақ істеп отыр десек, она есімдігін қолданамыз. Она готовит. Он работает, она готовит. Енді оны деп айтқымыз келсе, ұлға его дейміз, қызға ее дейміз. Мен оны көріп тұрмын десек, ұлды көріп тұрмын, я вижу его дейміз. Мен егер қызды көріп тұрмын десек, онда я вижу ее дейміз. Сондай-ақ оның заты деп айтқымыз келсек те, его, ее есімдіктерін қолданамыз. Мысалы, кітап на ұлдікі десек, это его книга. Ал мысалы мына сумка мына қыздікі десек, онда эта сумка ее. Оның заты десек, қызға ее дейміз, ее вещь. Ұлдікі болатын болса, его вещь дейміз. Сондай-ақ оған деп айту үшін ұлға ему, қызға ей дейміз. Мысалы, ұлға ақ футболка жарасады десек, ему идет белая футболка дейміз. Ал қызға көйлек ұнайды десек, ей нравится платье дейміз. Басқа да сабақтарымды көру үшін менің парақшама міндетті түрде тіркеліп кет. 9-ші сабақта менің деп айтуды мой, моя, моё, моей деген есімдіктерді ажыратып айтып үйренетін боламыз.